Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өте тез дайындалатын және ең бастысы етсіз өте дәмді болып шығатын тағам дайындайтын боламыз. Ең алдымен сосискамызды осылай турап аламыз. Содан соң сарымсағымызды тураймыз. Және де үйдегі бар овощтарымызды жуып, тазалап, осылай соломка етіп немесе төртбұрыштап турап аламыз. Келесі табамызға май құйып, майымыз шыжғырылғаннан кейін чесногымызды салып, кішкене шыжғырып аламыз. Содан соң жаңағы дайындап алған овощтарымызды кезек-кезегімен қуырып отырамыз. Мінекей овощтарымызды қуырып болғаннан кейін сосискамызды салып қуыратын боламыз. Біздің сосискамыз өте керемет болып қуырылады. Мінекей осылайша. Содан соң үйде помидор қалған, соны қосып жібердім, бірақ сізде болмаса ол міндетті емес. Барлығын тағы да араластырып қуырып отырып, ең соңында үстіне томат пастасын салатын боламыз. Тағы да араластырып жіберіп, өзіңіздің қалауыңыз бойынша қалаған дәмдеуіштеріңізді салып шығасыздар. Содан соң қайнап тұрған суымызды құйып, астын орташа отқа қойып, кішкене 10-15 минуттай қайнатып аламыз да сөндіріп тастайтын боламыз. Осылайша біздің подливіміз өте жеңіл дайындалатын болады. Келесі гарнирге күріш дайындаймыз. Күрішімізге осылай жылы суымызды құйып, 15 минуттай бұқтырып қоямыз. Табамыздағы май қызығаннан кейін күрішімізді салып, 2-3 секундтай араластыра отырып, күрішімізді кішкене қуырып аламыз. Содан соң қайнап тұрған суымызды құятын боламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша укроп салып жіберсеңіз болады. Және суымызды салғаннан кейін кішкене ғана тұз саламыз. Мінекей осылайша араластырып аламыз. Содан соң суымызды құятын боламыз. Суымызды толтырып құйып жібермейміз. Күрішіміздің бетін азғантай ғана жапса жарайды. Содан соң отымыздың астын баяулатып қоямыз. Және бетін жауып суымыз тартылғанша күтетін боламыз. Мінекей осылайша біздің күрішіміздің суы әбден тартылып қалады. Қараңыздар, уже шашыраңқы болып күрішіміз пайда болды. Ендігі кезекте осы отымыздың астын сөндіріп, күрішімізді бір жерге жинап, осылай әр жерден тесікше жасап қоямыз да, бетін мұқият етіп жауып қоямыз, ауа кірмейтіндей етіп. Біздің қалған күрішіміз осы будың арқасында пісетін болады. Мінекей осылайша біздің гарниріміз дайын болады. Сіз де дайындап көріңіз, сізге де сөзсіз ұнайды. Мінекей осылайша біздің етсіз тағамымыз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Дәмі деген сөзсіз ұнайды. Сіз де міндетті түрде дайындап көріңіз, және де көп уақытыңызды алмайды. Тез дайын болады. Егер де менің видеом сізге ұнаған болса, арнама тіркеліп, немесе лайк, комментария басып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей қараңыздар, күрішіміздің өзі бір-біріне жабысып қалмай, ыдырап әдемі болып шықты. Мінекей ендігі кезекте өзіңіздің қалауыңыз бойынша кесеге салып әдемілеп берсеңіз болады, немесе осылайша берсеңіз, ұсынсаңыз болады. Мінекей, егер де менің видеом ұнаған болса, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Менің арнамнан қолжетімді құрамдардан өте жеңіл рецептілерді таба аласыздар. Үйдегі бар
құрамдардан дәмді тағамдар дайындайтын боламыз. Мінекей, ендігі кезекте осылайша біздің дәмді тағамымызды әдемілеп ұсынатын боламыз. Көргеніңізге рахмет. Лайк басып, мені қуантып кетуді ұмытпаңыз. Рахмет көп-көп.